Бұл сабағымыз тік төртбұрыш тақырыбына арналады. Тік төртбұрыш дегеніміз тік бұрыш жасап қиылысатын параллелограммды айтамыз. Енді тік төртбұрыштың қасиеттеріне келетін болсақ, ол өзі айтып тұрғандай қабырғалар тік бұрыш жасап қиылысады. Одан кейін диагоналдар қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді. Бұның ауданын табу үшін екі қабырғасын көбейтеміз. Болмаса диагоналдарын көбейтіп, арасындағы бұрыштың синусына көбейтіп екіге бөлеміз. Ал мынау периметрін табу формуласы. Енді есептерге тоқталайық. Бірінші есеп. АБС-ді тік төртбұрышында бас бұрышы 35 градус болса, диагоналдар арасындағы бұрышты табыңыз дейді. Енді бұл жерде бас бұрышы дегеніміз мынау бұрыш. Осы 35 градус болса дейді, мына диагоналдар арасындағы бұрышты табыңыз дейді. Енді диагоналдар, тік бұрыштың диагоналдары қиылысу нүктесінде қақ бөлінетін болғандықтан, мына АО және ОБ кесінділері тең. Сондықтан мынау тең бүйірлі үшбұрыш болады. Ал тең бүйірлі үшбұрыштың табанындағы бұрыштары тең болады. Ал енді үшбұрыштың үш бұрышының қосындысы ол 180 градус болады. Мынау диагоналдар арасындағы бұрышты табу үшін 180 градустан мына екеуін қосып азайтамыз. Екеуінің қосындысы 70 градус. Азайтсақ 110 градус болады. Яғни диагоналдар арасындағы мына бұрышы 110 градус. Ал мына аралығындағы бұрышы 70 градус болады. Екінші есеп. Тік төртбұрыштың периметрі 56 сантиметр. Ал бір қабырғасы келесінен 6 есе ұзын. Тік төртбұрыштың ауданын тап дейді. Айталық, мынау тік төртбұрыш болатын болса, бір қабырғасын А деп алайық, екіншісін Б деп алайық. Онда периметрінің формуласы 2 көбейтілген жақша ішінде А қосылған Б болады. Осы периметрі 56 сантиметр дейді. Ал бір қабырғасы дейді, екінші қабырғасынан 6 есе ұзын болса, оны Б тең 6А деп жазамыз. Бізде сонда мынадай жүйе шықты. Осы жүйеден біз АБ деген қабырғалар тауып аламыз, сөйтіп ауданын табатын боламыз. Себебі ауданның формуласы екі қабырғасының көбейтіндісіне тең. Енді бұның орнына 6-аны апарып қоятын болсақ, онда 2 көбейтілген А қосылған 6А болады. Тең 56. 7А болады. 56-ны 2-ке бөлсек 28. Бұдан А тең болады 4-ке. Енді осы жерден Б-ны табатын болсақ, 6А дейді. Яғни 6 көбейту 4, 24. Ауданын табу үшін А-ның орнына 4, Б-ның орнына 24-ті қоямыз. Тең 96. Яғни ауданы 96 сантиметр квадрат. Үшінші есеп. Ауданы 56 сантиметр квадрат. Периметрі 30 сантиметр тік төртбұрыштың қабырғаларын табыңыз дейді. Ауданы 56 дейді. Қабырғаларын А және Б деп алатын болсақ, ауданы осындай болады. Ол 56-ға тең дейді. Ал периметрі 2 көбейтілген А қосылған Б-ға тең. Осы 30-ға тең дейді. Осы жерден біз АБ қабырғаларын табамыз. Енді мынадан А-ны табатын болсақ, ол 56 бөлінген Б болады. А-ның орнына апарып қоямыз. Сонда 56 бөлінген Б қосып Б болады. Ал 2 30-ға бөліп жүрсек, 15 болады. Енді мынау квадрат теңдеуге келтірілетін теңдеу болып тұр. Бұны шешетін болсақ, бұның бірінші мәні 7 болады, екінші мәні 8 болады. Енді соған сәйкес А-ның мәндерін табатын болсақ,
А1-іміз 56-ны 7-ге бөлсек 8, А2-іміз 56-ны 8-ге бөлетін болсақ 7 болады. Енді бұдан шығатын қорытынды үшбұрыштың қабырғасы 7-де 8, 8-де 7. Яғни жауабы бір қабырғасы 7 болады, бір қабырғасы 8 болады деген сөз. Төртінші есеп. АБС-ды тік төртбұрышының А төбесінен диагоналына түскен перпендикуляр осы диагоналды Б төбесінен бастап 1/3 қатынаста бөледі. Диагонал 6 см болса, диагоналдардың қиылысу нүктесінен үлкен қабырғаға дейінгі қашықтықты тап дейді. Бірінші, А төбесінен мына диагоналға түсірілген перпендикуляр мынау. Оны біз АЕ деп белгілеп алайық. Осы мына диагоналды 1/3 дейді. Яғни біз мына аралығын x дейтін болсақ, BE-ні едіміз 3x болады. Одан кейін жалпы бізде BD-ны 6 см дейді. Енді осы диагоналды одан кейін диагоналдардың қиылысу нүктесінен мына үлкен қабырғаға дейінгі арақашықтықты табыңыз дейді. Бұны біз F дейік. Ал бұл OF AB қабырғасының жартысына тең. Енді бізде мына VD-ның 6 екендігі белгілі. Бұлай істейміз. Мына x-ға 3x-ті қосайық. X қосылған 3x ол 6-ға тең болады. Сонда біз мына бөлікті тауып алатын боламыз. Бұдан 4x 6-ға тең, яғни x-тің мәні 1,5-ға тең болды. Мына аралық 1,5-ға тең. Ал диагоналдар қиылысу нүктесінде қақ бөлінгендіктен мына арада 1,5-ға тең. Енді мына жерде 90 градус. Енді үшбұрыштықтардың мына екі үшбұрышқа назар аударатын болсақ, онда бұл екі үшбұрыштың да бір қабырғасы ортақ, тең, және мына екінші қабырғаларда тең, және арасындағы бұрыштарда тең 90 градустан. Сондықтан бұл екі үшбұрыш тең болады. Тең болады. Ал бізде АО-да мынаған сәйкес тең 3-ке тең. Сондықтан бізде АВ-да 3-ке тең. Біз АВ-ны тапқаннан кейін 3-ті 2-ге бөлсек мына аралық шығады. Яғни 1,5. Сонда бізде қиылысу нүктесінен үлкен қабырғаға дейінгі арақашықтық 1,5 см.